Сенат төрағасы Ресейге жұмыс сапармен барды. Көтерілген тақырып, құрылған жоспар қандай? Палата алдындағы жаңа міндеттер. Сенат спикері басымдықтарды айқындады. Мемлекеттік идеологиядағы бұқаралық ақпарат құралдарының орны талқыланды. Сенаторлар журналистермен кездесті. Бүгін осы және өзге де тақырыптарды тұздық етеміз. Армысыздар, бұл Сенат сөзі. Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев бастаған бір топ депутат ресми сапармен Ресей Федерациясына барды. Сапар барысында палата спикері көрші елдің федералдық жиналысы Федерация кеңесінің төрайымы Валентина Матвиенкомен кездесті. Тараптар федералдық жиналыс кеңесінің ынтымақтастық жөніндегі комиссиясы отырысының ашылуына қатысты. Жиында палата басшылары 2023-2025 жылдарға арналған екі ел палаталары арасындағы ынтымақтастықты дамыту жөніндегі жол картасына қол қойды. Кездесуде сөйлеген сөзінде Мәулен Әшімбаев депутаттар парламентаралық өзара іс-қимылды жандандыруға септігін тигізе алатын басым бағыттарды атап өтті. Бұл бағыттағы негізгі міндеттер трансшекаралық өзендердің экожүйелерін сақтау, есірткінің заңсыз айналымымен бірлесіп күресу және шекара маңы ынтымақтастығын дамыту мәселелері болып белгіленді. Отношения между Казахстаном и Россией. Қазақстан мен Ресей арасында қарым-қатынас табысты және тиімді екі жақты өзара іс-қимылдың жарқын үлгісін көрсетіп келеді. Екі елдің ынтымақтастығы берік достық пен тату көршілікке, ғасырлар бойы қалыптасқан тарихи байланыстарға, мемлекеттеріміздің тәуелсіздігіне, егемендігіне және аумақтық тұтастығына құрметпен қарауға негізделген. Мәулен Әшімбаев сондай-ақ Мәскеудегі ресейлік жоғары оқу орындарында оқитын қазақстандық студенттермен кездесті. Кездесу барысында Сенат спикері қаңтар оқиғасы жастар саясатына қатысты олқылықтарды айқын көрсетіп бергенін айтып, бүгінде Қазақстанда мемлекет басшысының бастамасымен қолға алынған ауқымды реформалардың іске асырылу барысына тоқталды. Сондай-ақ палата төрағасы өткен ғасырдың 60 жылдарында Мәскеудегі жоғары оқу орындарында оқыған қазақтың болашақ ғалымдары мен көрнекті қоғам қайраткерлері бірнеше буынның басын қосқан жас тұлпар бірлестігін құрғанын айтты. 60 жылдары жас тұлпар деген бірлестік болғанын естіген шығарсыздар. Ол жерде үлкен ағаларыңыз, апаларыңыз мүше болған. Енді белгілі жазушы ғалым Мұрат Әуезов, ғалым демограф Мақаш Тәтімов сияқты ағаларымыз болған. Басқа да үлкен азаматтар болды. Солар осында жүріп, тек қана білім ғана алмай, сонымен қатар еліміз туралы, еліміздің мәдениеті туралы, еліміздің дәстүрі туралы сөйтіп көптеген насихаттау жұмыстарын жүргізген. Сол себепті сіздер де сол ағаларыңыздан, апаларыңыздан үлгі алып, осында жүрген кезде оқумен қатар қазақ елін дәріптеуге өздеріңіздің үлестеріңізді қосасыздар деп сенемін. Сондай-ақ Сенат спикері сапар барысында көрші ел астанасындағы бас мешітке барды және ұлтымыздың бас ақыны Абай Құнанбайұлының ескерткішіне гүл шоғын қойды. Сенат спикері Мәулен Әшімбаевтың төрағалығымен палата отырысы өтті. Сенаторлар төтенше жағдайлар және дүлей зілзалалардың қауіп-қатерін азайту жөніндегі орталықпен келісімді ратификациялау туралы мәселені қарады. Палата отырысына ашқан Мәулен Әшімбаев мемлекет басшысы белгілеп берген міндеттерді орындау аясында жаңарған парламент жұмысының негізгі басымдықтарына тоқталды. Сенат төрағасы сонымен қатар заң шығару қызметінде жаңа тәсілдерді қолданудың және мүдделі органдар мен сарапшылар мен өңірлердегі белсенді азаматтармен тығыз байланыс орнатудың маңыздылығына тоқталды. Палата спикерінің мәлімдеуінше, мұндай жұмыс форматы әзірленіп жатқан құжаттарды жан-жақты талдауға және олардың сапасын арттыруға ықпал етеді. Заңдарды қарау кезінде талқылау процестерін барынша ашық, инклюзивті, жария түрде өткізуіміз керек. Бұл қадам парламенттің ашықтығын арттыруға септігін тигізетіні сөзсіз. Президентіміздің бастамаларын сапалы әрі уақытылы жүзеге асыру үшін мәжіліспен, үкіметпен, сарапшылармен және басқа да мүдделес тараптармен бірлесіп жұмыс істейміз. Сондай-ақ өңірлерге барып, халықпен кездескен кезде көтерілген мәселелер елдің мұқтажы палатаның жұмысына негіз болуы
қажет. Отырыс барысында сенаторлар төтенше жағдайлар және дүлей зілзалалардың қауіп қатерін азайту жөніндегі орталықпен келісімді ратификациялау туралы заңды қарап мақұлдады. Келісім төтенше жағдайлар саласындағы ынтымақтастықты жүзеге асыру үшін құрылған арнайы орталықтың қызметін реттеуге бағытталған. Нақты айтқанда, бұл құжат халықаралық ұйымның Қазақстан аумағындағы қызмет шарттарын айқындайды. Заңды талқылау кезінде аталған келісім төтенше жағдайлардың алдын алуға және осы бағыттағы халықаралық ынтымақтастықты нығайтуға оң әсерін тигізуі керектігі айтылды. Осы келісім 2022 жылғы 17 маусымда Қазақстан Республикасының астанасында жасалған. Аталған келісім Қазақстан Республикасының үкіметі мен Қырғыз Республикасының үкіметі арасындағы 2013 жылғы 17 мамырдағы төтенше жағдайларды және апаттар қаупін төмендету орталығын құру туралы келісімнің 6 бабын іске асыру үшін жасалды. Жалпы төтенше жағдайларға қатысты мәселе Сенат жұмысының күнтізбесінен түскен емес. Апатты кезеңінің алдын алу шараларын талқылау дөңгелек үстел форматындағы жиындар осының дәлелі. Сенат депутаты Бибігүл Жексенбай түрлі апат кезінде елді қорғайтын мамандарды кім даярлайды, оқу орындары қандай жағдайда деген сұрақты алға тартып, депутаттық сауал жолдады. Сенаторлар азаматтық қорғау саласындағы мамандарды оқыту мен даярлау жағдайына да тоқталды. Елімізде болашақ құтқарушыларды оқытатын жалғыз ғана оқу орны бар, ол Мәлік Ғабдуллин атындағы азаматтық қорғаныс академиясы. Алайда депутат академия төтенше жағдайлар министрлігі мен оның мекемелерін білікті кадрларға деген сұранысын толық қамтамасыз ететініне күмән келтірді. Жоғары оқу орнының материалдық техникалық жабдықталу жағдайы да нашар. Техникалық міндеттерді қалыптастыру тетіктерін енгізуге бағытталған. Өкінішке орай өзіміз куә болғандай, осы еліміздегі өрт сөндірушілерді, құтқарушыларды әзірлейтін академияның қазіргі жағдайы өте мүшкіл. Қазіргі жағдайды төтенше жағдай аяқ астынан болуы мүмкін. Сұраныс бұл мамандарға күн сайын артып отыр. Тек қана елімізде емес, шетелде де. Еліміздегі және орталық Азиядағы мұндай жалғыз жоғарғы оқу орнындағы жағдайды көріп, біз қиналдық деп айтуға болады. Өйткені басқасын айтпағанда оқитын ғимараттары, тамақтанатын, оқу жаттығу өткізетін ғимараттардың барлығы күрделі жөндеуді қажет етеді. Сенатор сауал барысында оқытушылар құрамының проблемаларына да тоқталды. Ол соңғы уақытта азаматтық қорғаныс жүйесінің басқа өкілдермен салыстырғанда оқытушылар құрамының жалақысы төмен болуына байланысты академиядан кадрлардың кетіп жатқанын атап өтті. Сенаторлар үнемі көтеріп жүретін мәселе мемлекеттік идеологияны жетілдіру. Бұл тақырыптың мазмұны қаралы қаңтар оқиғасынан соң ерекше маңызға ие болғаны белгілі. Осы орайда жастар тәрбиесі, ұлттық құндылық, мемлекеттік идеология салалары кенжелеп қалған сенаторлар ашық айтқан әрі депутаттық сауалдарында да көтерген. Бұл жолы Сенаттың әлеуметтік мәдени даму және ғылым комитетінің депутаттары ел арна телеарнасында болып қайтты. Кездесу барысында журналистермен және телеарна басшылығымен бірге мемлекеттік идеологияны қалыптастырудағы бұқаралық ақпарат құралдарының рөлі мен маңызы айтылды. Кездесу барысында журналистердің елде және әлемде болып жатқан оқиғалар туралы өз оқырмандарын уақытлы және объективті хабардар етудегі жұмыстарының маңыздылығы атап өтілді. Осы орайда мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстанның ақпараттық доктринасына қол қоюы өзекті әрі маңызды оқиға болған айтылды. Мемлекеттік жастар саясаты туралы заң қабылданған болатын. Жақында жастардың сан жаңағы 35 жасқа ұлғайды, яғни 6 миллион 200 мың адамнан тұратын үлкен нарық пайда болды. Осыны қандай контентпен қамтамасыз етуге болады, жастардың таным түсінігін, мемлекетшілдікті, отан сүйгіштікті сияқты ұғымдарды қалай кіргізуге болады деген нәрселерді алда үлкен талқылауда қарастыратын боламыз. Хабар агенттігінің басқарма басшылығы сенаторларға өз кезегінде ел арна телеарнасының алдында тұрған жұмыс жоспары мен мақсаты туралы айтып берді. Оның айтуынша, арнаның негізгі аудиториясы 14 пен 36 жас аралығындағы жастар болып табылады. Олардың ой өрісін кеңейту және қоғамның мәдени білім деңгейін үнемі арттырып отыру басты мақсат.
Осымен Сенат сөзі бағдарламасының кезекті саны тәмам. Сауатты қоғамда салауатты өмір сүрейік.